Ассалаумағалейкум ағайындар. Жалпы адамның табиғаты тойымсыз келеді. Кейде бар нәрсенің қадірін білмей жатамыз. Аяғы жоқ адамдар аяғын болған армандайды. Көлігі бар адамдар джипті армандайды. Джип бар адамдар яхта, вертолет, самолет болған армандайды. Бірақ қазіргі біздің қолымызда бар нәрсенің кейде қадіріне жетіп, бағасын білмей жатамыз. Сол үшін ағайындар, бар нәрсенің бағасын білейік, қадірін білейік. Бүгінгі шығарылымда кореялықтардың авто өндірісін әлемге танытқан сұлуда сымбатты Элантраның туған сіңлісі Hyundai Accent. Жалпы бұл көлік бүгін ғана салоннан шықты, ешқандай пакеті алынбаған, ешкім айдамаған. Бұл көлік жайлы қысқаша мәлімдеме жасайтын болсақ, көлік 2019 жылғы 1.6 литрлік қозғалтқыш Tiptronic. Жалпы Hyundai компаниясы Accent маркасын жылдан жылға көркейтіп, түрлендіріп, рестайл жасап, енді артынан қуып жетер алмайсың. 2020 жылы бұл көліктің жаңа нұсқа шықты. Қазір біз 2019 жылғы көлікті қазір шолу жасап жатқан кезде далада енді 2020 жылғы жаңа дизайндағы Hyundai Accent шығып үлгерді. Бұл көлік жаңа платформада құрылған, алдыңғы буыннан қараған кезде енді қатты өзгерген. Алдына қарайтын болсаңыз, шамдары, алдыңғы бамперлері түгел дерлік өзгерген деп айтсақ болады. Hyundai Accent көлігі өте Қазақстан нарығында өте танымал, әсіресе салондарда сатылу жағынан топ бірінші орында алады. Жалпы өткен аймен салыстырсақ, мысалы қаңтар айындағы Hyundai Accent көлігі Қазақстанда 1300 данасы сатылған екен. Бұл қаңтар айы. Ал жаз айларына келетін болсақ, енді Accent'тің сатылымы бізді қуандырып тұр. Не себепті бұл сонша Accent'ке қатты адамдар қызығады? Не себепті бұл көлікті қатты айдайды? Енді соның барлығын сіздерге құпиясын ашайық. Қандай минустары бар, қандай плюстары бар, алуға болады ма, болмай ма, тиімді ма, тиімсіз ба? Шығарылымның аяғына дейін көрсеңіз, білетін боласыздар. Шанақшылар бар ғой, малярлар, машиналардың соққан кезде жөндеп істейтіндер. Солар Accent'тің алдыңғы буынына қатты былай айтқанда сөгіс айтатын. Өйткені ана бұрыштары бар, бүйтіп бұрылады, оны келтіру өте қиын. Ал енді оларға қуанышты хабар, бұл шанақтағы қарасаңыздар мына, ешқандай артық керіс бұрыштар өте жоқ. Сол себепті енді бұндай машиналар ұрылып соғылатын болса, сіздердің жұмыстарыңыз жеңілдетті деп айтсам болады. Артына қарай келетін болсақ, көліктің артқы жағы алдыңғы буыннан қарағанда қатты өзгерген. Артқы шамдарына қарайтын болсақ, бір Volkswagen немесе Audi'дің шамдарына өте келеді. Енді мына жақта артқы бамперінің бұрыштарына қарайтын болсақ, ештеңені еске салып тұрған жоқ па сіздерге? Бұл бір Camry'дің алдыңғы мордаларына ұқсайды, байқайсыздар ма? Сонымен көліктің артқы жүк салғышы туралы айтатын болсақ, бірден айта кетейін, мына жерде минус, мына жерде ешқандай тетік жоқ ашатындай. Тек қана мына кнопка арқылы, пульт арқылы ғана ашып, ішін көрсек болады. Енді артқа жүк салғышы алдыңғы Accent'ке қарағанда кәдімгідей кеңейтілген. Мына жақтан 30 мм, ұзындық жағынан 30 мм, сыйымдылығы 450-ден 480 литр сыйымдылыққа дейін ұлғайтылған. Сол себепті енді Hyundai компаниясына респект. Артында толыққанды осындай запаска дөңгелектері, мына жақтарында барлығы бар. Енді мына жерінде қуаттағыш ешқандай несі жоқ екен. Енді бұл бюджеттік санаттағы көлікке жарайды деп ойлаймын. Жалпы бұл шанақ 2017 жылдан 2020 жылға дейін аралығында шығарылған шанақ. Жалпы 2017 мен 20 аралығындағы осы көлікті алған адамдардың пікірі бойынша, айдаған адамдардың пікірі бойынша, бұл көлікте айтарлықтай қандай минустары бар? Алдына келейік. Мұның кәдімгі лак бояуы, кішкене әлсіздеу, жұқарау, тас бір нәрсе тиіп кететін болса, көптеген царапина пайда болады екен. Сондай бір айтарлықтай минусы бар. Одан кейінгі минусы, бұның аспасы қатқыл, жесткий болып саналады екен. Бірақ алдыңғы Accent'пен қараған кезде бұның аспасы жақсарған. Себебі алдыңғы Accent'те 100 км сағатына ары қарай жүретін болған кезде кәдімгідей трассада ойнап, өзін сенімді сезінбейді. Ал бұл көлік болатын болса, алдыңғы буыннан қараған кезде трассада 100 км қашықтан асқан кезде де бұл өзін сенімді, трассада сенімді ұстайды. Себебі мұнда артында тұрған аспасы, амортизациясы жалпы барлығы Элантраның аспасына салып, кәдімгі аспасы қалыңдатылған, мощный болған ғой. Қазір автонарықта машина алып сатып жүрміз ғой. Машинаның бағалары қандай, қай жылғы машиналар қандай бағада екен. Мысалы, осы Accent көлігі 2014-15 жылғы көліктер
былтыр кәдімгідей 500-600 мың қарызын еді. Қазір 2013-2014 жылғы акценттердің өзін 4 миллион теңгеге таяп қалды бағасы. Кәдімгідей күннен күнге, айдан айға олардың бағасы қатты шарықтап кетіп бара жатыр. Енді білмеймін қайда баратынын. Жалпы бұл көлік енді халықтық көлік деп айтсақ, қателеспей, мысалы Camry бар ғой, Camry енді халықтың көлігі, халықтың көңілінен шыққан, жүрегінен шыққан көлік болса, екінші орында мына акцент көлігі деп айтар едім. Себебі өте қазір нарықта сұраныс өте көп, әсіресе әйел қауымы, әсіресе таксистер мынаны алады да, айдап 100 мың километрге дейін жеткізеді, сосын пробегін артқа айналдырады да, сатып жібереді. Оны көзбен көріп жүрміз, енді жасыратын несі бар. Сол себепті бұл көлік қазіргі кезде кәдімгі алып айдасаңыз, кейін жарты жыл, 1 жыл, 2 жылдан кейін өз бағасынан немесе үстінен ақша қойып сатып жіберетін кәдімгі инвестиция сияқты көлікке жатады. Сол себепті осындай плюстер бар. Сонымен ағайындар, көліктің қозғалысы туралы бір-екі ауыз сөз айтатын болсақ, біріншіден сразу минусы мына жерде маған ұнамайтын амортизация жоқ, кәдімгі қарапайым темір ұстатып қоясыздар. Көліктің қозғалысында айтарлықтай ешқандай ешнәрсе өзгермеген. Hyundai акценттің шығарушылары бұл көлікте мощность, динамика қатты беруді ұйғармай, одан көрі бұл көлікке шығын азайтып, сол бағытқа арнаған сияқты. Себебі бұл көліктің күші алдыңғы буыннан қараған кезде 5 аттың күшіне аздау, 123 аттың күші бар. Сол себепті бұл көліктің ең бірінші минусы деп айтатын болсақ, іш пыстырарлық көлік, тартпайды, ешқандай динамика жоқ. Ал қалған сенімділігі жағынан, жаңағы ұсақ бөлшектерінің ұзақ уақытқа жететін жағынан енді әңгіме жоқ, ол жағынан респект. Достар, естеріңізде ме, алдыңғы шығарылымда Lexus ES250-дің ішіндегі салафанын жыртып тастаған. Жалпы көп адамдар салоннан машина алады да ішіндегі салафанмен айдап жүреді. Ол түк көрмегендік деп айтқанмын, сол мен көрсеткенмін ішінде салафан жыртып тұрып. Бірақ әлі күнге дейін мен қаладан көрем, жаңа машина алып алады да ішіндегі рулімен, ішіндегі орындығымен, салафанымен жүреді. Мен соларға қайтадан сабақ болсын деп, мен қайтадан осының салафанын қазір жыртамын. Ал көлікке отыратын болсақ, көліктегі отырғандағы алғашқы сезім енді алдыңғы акценттен қараған кезде уже басқа деңгей. Бұл жерде көп нәрсе өзгерген. Мына жердегі панельдің алдындағы приборлары, мына жердегі рульдегі мына жердегі қожаға ұқсас бір маталар өзгертілген. Әсіресе мына жердегі электропакеттің осындай тетіктері, алдындағы акцентті білесіздер ме? Бір лифттің тетіктері сияқты еді. Мына жерде кішкене жақсартқан. Мынаның пульті, қараңыздар, акцент. Енді бюджеттік көлік болғаннан кейін акценттің пульті кәдімгідей бір қымбат машиналардағыдай кілт жақсы жасаған. Достар, байқадыңыздар ма? Соңғы 10 жылдықта кореялық компанияның дизайнымен қатты ауырып, кәдімгідей жұмыс жасауда. Осыдан 10 жыл бұрынғы акцентті білесіз бе? Кішкентай кәдімгі Тико сияқты, Матис сияқты акцент болатын. Қазіргі акценттен олмен салыстырған кезде мүлдем салыстыруға келмейді. Себебі қазір кореялықтардың Hyundai компаниясының дизайнерлері, жалпы жұмысшылары өте қатты жұмыс жасап, Жапониямен кәдімгідей бәсекелестік тудыруда. Достар, бұл көлік салоннан 6,5 миллион теңгеге алынған 2019 жылы көлік қой. Жалпы базалық комплектацияда ешқандай бір артықшылықтары жоқ. Сол базалық комплектацияда болғанмен мына жерде мультирулі бар, мына жерде орындықтың астының жылытқыштары бар, рульді жылытқыштары бар. Борттық компьютерін қарасаңыздар, барлық ақпараттар көрсетіліп тұр. Кәдімгі есік ашылғаны мына тетік арқылы, мультирул тетік арқылы. Спидометрге қойсаңыз болады, қанша километрге қалғаны туралы барлығы мына жерден көрсеңіздер, өте ыңғайлы жасалған. Көліктің орындықтары өзгертілген, басқа сапалы, кәдімгі ыңғайлы орындық қойған. Одан кейін мына жердегі панельдегі пластикта өзгертілген. Мына жердегі панельдегі пластик кішкене сапалы, кішкене жұмсағырақ болғанмен, мына асты жағы, сосын есіктің мына шеткі жақтардың барлығы пластиктардың сапасы сәл әлсіздеу. Бұл бір жағынан бір минус болады. Ең қызығы, мына жерде екі қуаттағыш, осындай 12 вольттық. Мына жерде қуаттағыш бар, USB бар, шындақ қойғышы, ішіне ашасың, жабасың. Мына жерде осындай қосымша бардачогы бар. Енді көліктің артына оралайық. Отырған жерінің орындығын артқа жылытпай, қазір артқа орамыз. Енді көліктің артқы жағына отырамыз. Өзімнің отырған орнымның артына
Енді мына жерде аяқ тиіп қалады. Енді Hyundai компаниясы қанша көлікті ұзартса да, мына жағында ұзартса да, барлығы бюджеттік көлік болғаннан кейін әрине іші тар болады. Мен сияқты бойы ұзын адамдарға ұзақ сапарда енді шыдауы қиындау болады. Мына жерде артқы жағында ешқандай сындап қойғыш жоқ. Мына жерде белдігі бар. Жалпы мына жерде бас тиеді. Қарасаңыздар, бас тиеді. Енді бюджет көлік болғаннан кейін қатты да сынай алмайсың, себебі қалтаңнан қанша ақша шығарсаң, соншама комфорт аласың. Көлікті алдыңғы бумен салыстырғанда маған аса ұнағаны. Есік бар ғой, мысалы, жабылған кезде кәдімгідей есігі ауыр, жабылғаны мягкий болып жабылады, сол жерін ұнады. Қазір көлікті қалай айдап көрейік, өзін қалай көрсетеді. Қауіпсіз белдікті тағып алайық. Бұл көлікті алатын болсаңыз, үлкен динамиканы күтпеңіз. Көліктің аспасы ауысқан, жаңа платформада құрастырылған. Сонымен қатар плюсы бұл көлік өте шыдамды, өте көп уақытқа дейін жетеді. Қорабы, қозғалтқышы, мысалы, жақсы майын ауыстырып оқыпты айдайтын болсаңыздар, 200-300 мың километр қашықтыққа сізге ойланбай жүріп береді. Сол себепті бұл халықтың ақшасына бөлінген акцент қой. Толық комплектацияны алатын болсаңыз, қалтаңыздан 8,5 немесе 8 миллион 700 мың теңге шығарып беруге дайын болыңыз. Акценттің бағасы 8,5 миллион теңге болып кетті, достар. Сол себепті негізі көліктің бағалары қымбаттап жатқан сияқты, бірақ біздің теңгемізде құнсызданып жатқан сияқты. Себебі біздің сыртқы нарықтан ешқандай жаңа көліктер кірмегеніне байланысты салондағы көліктердің де бағасын көтеріп жатыр. Өйткені басқа бәсекелес жоқ. Іштегі қаланың ішіндегі, мемлекеттің ішіндегі көліктердің барлығы шаршаған. Сол себепті салонда көлік сататындар өзі былай айтқан кезде нарықты билеп, сол себепті жылдан жылға, айдан айға бағасы қымбаттап жатыр. Көліктің шығыны туралы айтатын болсақ, бұл көлік өте шығыны аз көліктердің қатарына жатады. Қалааралық 8,5 литр, үлкен тас жолында бар болғаны 6 литр шығымданасыз. Одан кейін айтатын кезек, дыбыстық, шумдық изоляциясы туралы айтатын болсақ, көліктің енді бюджеттік көлікте аса қатты дыбыстық изоляциясы мықты деп айтатын көліктің ешқандай есіме түспей отыр. Бұл да сол сияқты өте шумды, қаланың барлық сыбыр-дыбырын, шумын естісек болады, бірақ алдыңғы акцентке қарағанда едәуір жақсарғанға ұқсайды. Одан кейін көлікте отырғандағы ыңғайлылық, бұл енді базалық комплектация болғандықтан кейін алдыға артқа жылжыту осы темір арқылы болады. Одан кейін мына жақта жаңағыдай Королладағыдай жоғары қарай көтеріп төмен қарай түсіретін осындай тетік бар. Алдыңғы акценттерде жоқ етін. Болды, короче. Тас видос дейсіз ғой. Сонымен ағайындар, сіз бұл көлікті алып қателестім деп айтуыңыз мүмкін емес. Себебі бұл көлік миллиондаған адамдар алған, 80% бұл көлікті мақтайды. Бұл көлікпен Hyundai компаниясының жаңадан стилі шықты. Бұл көлікпен қаншама заводтар ашылды. Бұл көлікпен қаншама адамдар жұмыспен қамтамасыз етті. Сол себепті Hyundai Accent көлігін немесе Solaris көлігін кезіктірмей қоймайсың. Бұл көлік өте танымал. Бұл көліктің басты минусы, бұл көлік пустышка, фантик бір. Бояулар өте әлсіз. Бірақ сыртынан қарағанда оны білмейді ешкім. Бұны тек қана айдайтын адам ғана біледі. Мысалы, біз видео түсіріп атамыз ғой кейбір машиналарды. Бір детальдары дұрыс емес, бір жерлері сынық, бір жері қисық болып тұрады. Бірақ видеоға жалпы түскен кезде видеода бәрі тамаша болып тұрады. Оны біз ғана білеміз. Сол сияқты бұл көлікте сізге ұсқынсыз болып көрінгенмен, сырттан бұл видеодағыдай әдемі көрік болып көрінеді. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ассалаумағалейкум ағайындар.